Армысыздар құрметті тыңдарман. Қызық әңгімелер арнасына қош келдіңіздер. Әңгімені соңына дейін тыңдап, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Бұл әңгіме 18 жастан асқан ересектерге арналады. Армиядан келдім. Ата-анам қуанышты. Ол кезде ұялы телефон деген жоқ. 90-шы жылдардың аяқ жағы. Әскерден келген жігіттер кездесу кешін ұйымдастырып, кешке вечер болатын болды. Ол кезде кешкі вечерге ауылдан қыздар іздейтінбіз. Сөйтсем, өзім ұнатып жүрген Құралай деген құдашам да ауылда екен. Туыс ағайымның үйіне амандасуға барсам, сол жерде Құралайдың әпкесі Сағынай жеңешем айтып қалды. Мен барған кезде ол құдашам моншаға түсіп жатыр екен. Мен кеткенше сол жерден шыға қоймады. Ет пісті деп қылқылдап кіші інім қоймаған соң, Құралай түсіп жатқан моншаға қарайлай кете бердім. Сөйтсем, анам қыстан сақтаған бір асым етін асып қойған екен. Үйге бара сала, сол сұрқазы мен жылқы етіне тойып алдым. Ал үйдегілер кешкі вечерге қызу дайындық үстінде еді. Ауылдың мен сияқты жас жігіттері келіп, күн ысып кеткен соң, ауыл сыртындағы көлге шомылуға кетіп қалдық. Сол жерде кішкене бір жартылық ішіп, кеш бата ауылға да қайттық. Үй жаққа келсем, үйдің барлық бөлмесінің светтері жанып тұр. Ал жеңгем болса, жүгіріп қонақ бөлмеге дастархан жайып, бауырсақ пісіріп қойыпты. Ол кезде сырты қызыл рачки деген конфет жаңадан шығып жатқан. Соны екі жерге салып қойыпты. Қолдан печенье пісіріп, оны да қойыпты. Сондай жұпыны болса да, сол кездің бұл гүл дастарханы еді. Жастардың шайына деп жеңгем картоп басып та қойыпты. Осындай дайындықты көргеннен кейін мен қатты көңілдендім. Содан қараңғы түсе үйге ауылдың өзіммен қатар жастары жинала бастады. Олармен бірге мен әскерге кеткенде мұрынбоғы ағып жүрген кішкене жалбашаш қыздар да 2 жылда бой жетіп қалған. Сол қыздардың кейбіреуін ертіп келді. Мен шыдай алмай Құралайға өзім барып, оны ертіп келдім. Ол бұрынғыдай сүйкімді, бойшаң келген әдемі қыз. Жүріс-тұрысы да емін-еркін. Көрші ауылда тұратын бұл құдаша бәріміздің көз құртымыз болатын. Қарасам, тап бір осы ауылдың қызы сияқты болып кеткен. Біраз жастар жиналып, вечерде басталды. Вечер ортасында менен 2-3 жас кішілігі бар ауыл ұлдары келіп, отырыс қыза түсті. Олар өздерімен бірге бір шөлмек ішімдікте алып келіпті. Соны ішіп алып, кішкене қызғандай болдық. Қыздар жағы шарап ұрттап отыр. Құралай менің қасымда. Ол да шараптан ұрттап қояды. Романтик магнитофонға ақ сәулем мен чинуриді қойып, түннің бір уағына дейін билеп, бидің түбін түсірдік. Шетелдік Касабланка мен түріктің Аиша өлеңіне де билеп тастадық. Содан қыздар жағы қозғалақтаған соң, вечер қызығынан сән кетті. Бір бозбала қыздарды қолтықтап сыртқа шыққан соң, жайына кетті. Менің жанымда құдаша Құралай. Шарапқа сәл масайған сияқты. Екеуміз үйден шығып кеткен соң, басқалар енді отырыстың мәні жоқ екенін біліп, бәрі үйлеріне тарқасты. Төбелес шығаратын Бека бұзық та армияда, ол 1 аптадан кейін келеді деп отыр. Ол кезде вечер төбелессіз өтпейтін. Әзірге ол жоқ, ауыл да тыныш. Құралай екеуміз көше бойлап жүріп келеміз. Оның әкпесінің үйінің тұсына келгенде, үйіндегі кәрі әжесінің күндіз отыратын ағаш сәкісіне екеуміз отырдық. Менің Құралайдың иығындағы қолым оның арқасын сипалап, құдашаны еңкейіп сүйе бастадым. Ол да қалыспай мені құшақтап жатыр. Мені сағындың ба деп едім. Иә деп құлағыма сыбыр етті. Біраз аймаласып отырған соң, мен ішімдік буымен оның 2 анарын киім сыртынан сипалап, қысып жібердім. Содан соң қолдарым маған бағынбай төмен қарай сырғи берді. Бірақ
Далада ай жап-жарық еді. Жақын келген адам екеумізді анық көрер еді. Құшағымнан сытылып шыққан Құдаша, моншаға кірейікші, жездем шықса ұят болар деп сыбыр ете қалды. Көше жақ бетке салынған бұл үйдің моншасы дәл қасымызда тұрған. Құралайды танып, құйрығын бұлғаңдатып тұрған итіне де қарамай, екі ғашық сол моншаға ашық тұрған есігінен лып етіп кіріп кеттік. Одан әрі жуынатын бөлмеге өттік. Себебі сыртқы есікті ұстасаң болды, аңырап, сықырлаған даусы шығатын болды. Жуынатын төргі бөлмеге кіріп, есігін жауып алдық. Бұл бөлме күндіз жағылған соң әлі жылуы қайтпаған екен. Ішіндегі ыстығы мен екеуміздің ішімдіктен масайғанымыз бар, буын-буынымыз босап, қайтадан бір-бірімізбен сүйісе кеттік. Бұл жолы ешкімге көрінбейтін болған соң ба, менің қимылдарым тым еркін еді. Құралай Құдашам да осыны күткендей, ол да қалысар емес. Ұзын юбкасының етегі көтеріліп бара жатты. Сезімге екеуміз де беріліп кеттік. Бірақ Құдашадан мен қарсылық күтіп едім. Оның бірақ ізі де жоқ. Ашылып жатқан етекті жабуға да шамасы келмей, жуынатын кең орындыққа шалқайып жата берді. Қыз көнген соң жігіт қойсын ба, Құдашаның іш киіміне де кезек келді. Оның сыртынан томпайған үстін сипалай бастадым. Құралай Құдашам бір кезде сәл-пәл ыңырсып, болшы тез демесі бар ма? Мұндай олжаға кенелген мен енді шындап іске кірістім. Трикомды төмен түсіріп қарағанша, Құдаша өз бұтындағы лыпасын шешіп те үлгеріпті. Аюдай ақырған аспабымды оның суланып кеткен асыл тұңғиығына бар пәрменімен сұғып кеп қалдым. Асыл тұңғиығы дайын екен. Жанға жайлы ып-ыстық жер ашуланып кеткен аспаптың ашуын қайтара алмай, оны жұбатумен болып жатты. Өмірімде мұндай тәтті нәрсені сағынып қалған мен де қояр емеспін. Әскерге шақырылмай тұрғанда, мектеп бітірген жылы қалада тұратын қу бөлем екеуміз бір қала бешіріне барып, сол жерде бір орыс қызымен алғаш болғанымыз да дәл мұндай болмап еді. Мынау бір керемет. Ыстығы басылмаған тар моншада қан сорпаға түстік-ау. Тер деген аннан да, мұннан да кетті. Өзім тершең сары едім. Тер деген моншақтап ағып жатыр. Жон арқамнан шыққан тер екі жамбасыма келіп құйылып жатыр. Бірақ мен тоқтай алар емеспін. Құралайда қайдам, ол да мәз емес-ау. Бірақ екеуміз де еш нәрсеге қарайтын түріміз жоқ. Монша ішіндегі жалпақ ағаш сәкіні солқылдата перісіп жатырмыз. Ішімдік ішіп алған соң ба, менің бойымнан да шауқатым шығар емес. Оған Құдашаның айызы қанып ол жатыр. Ырғаққа ырғақпен жауап беріп өліп барады. Ағаш сәкіні ыңыранта, әйтеуір зорға дегенде 3-4 рет ырғап барып, менен де бір кезде шықтау. Әзер үлгердім. Шауқатымды сыртқа ағызып тастадым. Соңында барып ес жиып қалдым. Құдаша да шын ойым бар еді. Мұның жүрісі мынау. Әп-әдемі, сұп-сұлу қыз. Бірақ мен әскерден келгенше бұзылып кеткен. Менің ашуым келіп кетті. Жылы су алып жуындым да, моншадан сыртқа дереу шығып кеттім. Моншадан шығып алып, қайтадан көше жақ бетте тұрған ағаш орындыққа отырдым. Көп замай артымнан шыққан Құдашам Құралайда қасыма келіп отырды. Менің әлі ашуым тарқамаған. Сонша 2 жыл күтіп, сағынған қызың мынандай тірлік істеп жүрсе, көңілің қатты қалмай ма? Құралайда үн жоқ. Сәлден кейін өзім тілге келдім. Құралай, сен неге бұлай болып кеткенсің? Қызда үн жоқ. Не болды? Шыныңды айтшы дедім, мен де қояр да қоймай. Бұл не жүріс, әп-әдемі қыз едің, дедім. Содан кейін тағы да қоймай. Біраз үнсіз отырған ол бір уақытта тілге келді. Қалаға оқуға түскен соң қыздармен жатақханада тұрдым. Ол кезде жатақханаға отырыс жасаған едік. Сол жерде 2 жігіт, 2 қыз болып отырдық. Солар біздің ішетін шарабымызға дәрі салған ба, біз тез мас болып масайып қалыппыз. Екеуі
екеумізді әбден пайдаланыпты, білгенін істеп кетіп қалыпты. Кейін де бізге тыныштық бермей, қайта-қайта түнімен келіп тұрды. Түнде келе берген соң, вахтерша біліп қойып, бізді жатақханадан бірінші қуды. Одан кейін оқу орны бұл тірлігімізді біліп қойып, құрбым екеумізді сырттай бөлімге ауыстырып жіберді. Қазір сырттай бөлімде 3-ші курста оқимын. Қала шағым болған соң, онда барғым келмейді. Тек сессия кезде ғана барамын. Басқа кезде ауылдамын. Осы екі ауылдың ортасында жүремін. Ал қалаға барсам, ана екі жігіт көріп қалса болды, артымыздан қалмай, көрген жерді алып кетіп, білгенін істейді деді. Олар сол қаладағы бұзық жігіттер, әрі ауқатты жанұяның балалары. Бірінің әкесі полицияда шенді біреу болып істейді екен, ал екіншісі саудагер. Бұл жолға осылай түстім. Менің ендігі жүрісім осы. Сенің мені іштей ұнататыныңды сезетімін, бірақ амал нешік? Мен таза қыз емеспін, деп жауап қатты Құралай құдашам. Осылай айтып болғаннан кейін, ол соңғы шешімін де айтты. Жақында Алматыға кетем де, сонда жұмыс жасап, тұрақтап қалатын шығармын, мұнда қалмаймын, деп шешім қабылдап қойдым, деді сабырлы сөйлеген Құралай. Құралай содан кейін Алматыға кеткенше, екеуміз біресе Моншада, біресе ауыл сыртындағы көл жағасында кездесіп, әбден махаббат ойынының түбін түсірдік. 4 күн өткен соң, ол Алматыға бір жолата кетті, ал мен жаңа көшіп жатқан Астанаға қарай жол тарттым. Қазір мен Астанада өз отбасыммен тұрамын. Келіншегім ауылдың қызы, менен 10 жас кіші. Евразия университетінде сабақ береді. Мен өзім жеке кәсіпкермін. Жақында демалуға Анталияға қыдырып, отбасыммен бардым. Сол жерде Құралай құдашамды көріп, аң-таң болдым. 2 қызы мен күйеуі 4-еуі біз жатқан отельде демалып жатыр екен. Біз бардық, олардың бір күні қалған екен. Сонша жылдан кейін көрген Құралай, сол баяғы әдемі қалпы, тек көздерінің айналасына сәл-пәл әжімдер пайда болған. Күйеуі жасы өзінен үлкендеу жігіт екені көрініп тұр. Менің келіншегім Сағынай жеңешемнің сіңілісі ғой, деп танып тұр. Мен де, о құдаша деп бетін сүйіп, түк білмегендей амандастым. Күйеуіне әпкемнің туыс қайнысы, менің құдабалам деп мені таныстырды. Күйеуі шала қазақ біреу екені көрініп тұр. Орысша оқығаны сөйлегенінен білінді. Өздері Алматыда тұратынын, ерте кетіп қалатынын айтып, көре алмасақ, сау болып тұрыңдар құдабала деп бір-бірімізбен қоштасып жаттық. Ауылда 20 жыл бұрын қызығын көрген құдашамды Анталиядан көрем деп кім ойлаған? Жер домалақ деген осы екен. Әйткенмен бағы ашылғанына да қуандым. Әңгіменің соңы.